Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім бүгін өте дәмді болып шығатын, әрі оңай жасалатын үлкен отбасыға арналған сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне сары майымызды саламыз. Осы екі қоспамызды жақсылап тұрып ұнтақтауымыз керек болады. Менде сары май еріп тұрған бөлме температурасындағы жұмсақ сары май. Егер сіздерде сары майларыңыз қатып тұратын болса, үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Менікі жұмсақ болғандықтан қолмен ғана осылай міне ұнтақтап шықтым. Міне біздің ұнтағымыз дайын болды. Қазір үлкенірек ыдысқа салып аламын. Осында менде ұнтақ пайда болды. Қазір қасықтың ұшымен ғана шым-шым тұз және де бір ас қасық қопсытқыш салдым және де қант салдым. Осы құрғақ қоспамыздың барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Құрғақ қоспамыздың барлығы араласқаннан кейін ортаңғы бөлігіне кішкене орын ашып, қаймақ саламыз және де жұмыртқаның сарысын саламыз. Енді қамыр илейтін боламыз. Жұмыртқаның біз ақуызы мен сарысын алдын ала ажыратып алдым. Жұмыртқаның сарысын қамырға қосамыз, ал жұмыртқаның ақуызын біз салмасына қолданатын боламыз. Бізде жұмсақ қамыр дайын болу керек. Міне біздің қамырымыз дайын. Қазір бетін жауып, шамамен 10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салмасын жасауға кірісеміз. Сүзбенің үстіне қант қосамыз, одан кейін жұмыртқаның ақуызын және де бір жұмыртқа саламыз. Осы қоспаларымыздың барлығын шанышқымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің міне салмамыз дайын болды. Енді қазір біз тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып шығамыз. Оны екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкен қылып аламыз, екінші бөлігін кішкене ғана, міне сол үш жағын ғана кесіп аламыз. Ішкі жақ бөлігін біз қазір пирогтың үстіне қолданамыз. Астыңғы үлкен бөлігін қазір осылайна міне жайып, оқтауымыздың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Бізде ешқандай да құрғағын қолданбаймыз. Осы қамырдың құрамында май және де қаймақ болғандықтан жабыспай осылай міне қамырымыз иленеді. Міне біздің қамыр дайын болды. Қазір біз енді духовканың өзінің осындай міне формасына астына пергамент қағазын төсейміз. Одан кейін осы қамырымызды төсеп аламыз. Енді қолымыздың көмегімен осылай формасын барлығын жететіндей қылдырып, төртбұрыш қылдырып шығамыз, немесе осылай стаканның көмегімен де осылайынан қамырды жайып шықсаңыздар болады. Одан кейін шанышқының көмегімен тесіктер жасап шығамыз. Одан кейін дайындап алған салмамызды саламыз. Салмамыздың барлығын толықтай салып, үлкен ас қасықтың көмегімен барлық жерлерін басып, тегістеп шығамыз. Яғни барлық жерінде біркелкі болатындай тегістеп шығыңыздар. Енді біз шет жаққа алып қоямыз. Қазір кішкентай бөліктегі қамырымызды осылай жайып аламыз. Жұқа болғанға дейін жаясыздар. Енді біз осы жайып алған қамырымызды осылайна міне кесіп аламыз. Өте қатты араларын ұзын қылмай, қалың қылмай, осылай міне жіңішке кесіп аламыз. Енді ең бірінші осылайнан үстін әсемдеп шығамыз. Ол үшін міне қамырды осылайна ұзынша ортаңғы бөлігінен бастап дізіп шығамыз. Бірінші бір жақ бөлігін, одан кейін екінші жақ бөлігін діземіз. Тура осы видеодағыдай жасап шықсаңыздар болады. Немесе екінші кішкентай қамырды мұздатқышта қатырып, күштің көмегімен үстінен тек қана осы күшпен өткізіп шықсаңыздар да болады. Енді жұмыртқаның сарысын осы қамыр тұрған жерлерге жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. 40 минут уақытымыз өтті, пирогымызды жақсылап тұрып салқындатып алдық. Енді үстіне қант ұнтағын сеуіп, осыдан әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл пирог өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де үлкен отбасында тұратын адамдар үшін өте ыңғайлы. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кездескенше.